Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ең жұмсақ булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте керемет, дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Ең қарапайым әдісі, негізі бұл булочкилердің рецептілері өте көп. Мен сізге ең қарапайым ұсынамын. Ең алдымен жылы сүтімізге қантты қосатын боламыз, және бір ас қасық аштыққаны саламыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз, және соңында бір жұмыртқаны саламыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Қанты толықтай ерігенше 15 минуттай араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң ұнымызды осылай електен өткізіп саламыз. Сол кезде қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Осылай венчикпен араластырып саласыздар. Енді бізде осындай қамыр шығады. Осылай басқан кезде қолыңызға жабыспайтындай болуы қажет. Енді осы қамырды таза целлофан кигізіп жылы жерге қоямыз. 2 сағатқа бетін жауып қойыңыздар. Мінеки 2 сағат өтті, қамырымыз көтерілді. Мен 2 рет қайырдым. Сіздер де қайырсаңыздар болады. Енді кішкене қолымызды майлап аламыз да қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Енді әр қайсысын осылай иегін қандыратын боламыз. Қалған 2 қамырды целлофанға кигізіп қойыңыздар, беті кеуіп қалмас үшін. Енді осы қалған қамырымызды кішкентай бөліктерге бөлеміз, және оны оқтаумен видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Ортасына өз қалауларыңызды салсаңыздар болады. Мен сгущенка жақтым. Сіздер шоколад, джем болмаса варенье салсаңыздар да болады. Және булочкидің түбін осылай нығыздап бекітетін боламыз, ашылып кетпейтіндей. Барлығын осылай бірдей қылып жасап шығармыз. Барлығын бірдей қылып жасап болған соң пергамент жайып осылай барлығын орналастырамыз. Және де арасы 1 см болу керек. 15 минутқа бетін жауып қоямыз көтерілу үшін. Сосын үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне кунжут себеміз, немесе мак сепсеңіздер де болады. Мен жартылай кунжут септім және жартылай мак септім. Барлығын жақсылап сеуіп болғаннан кейін 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Беті қызарғанша пісіресіздер. Неке пісті, қарсаңыздар, беті қызарып, әдемі болып, жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қарапайым, оңай әдісі. Егер менің видеом ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта неше түрлі рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Гүлсая ас болсын.